Жалпы балаға дыбыс қою кезінде ата-аналар болсын, специалисттер болсын, олардың көп жіберетін қателіктер болады. Біріншісі ол бұзылыстың себебін анықтап алмау. Мысалы, бала с дыбысын айта алмай тұрса, онда ол баланың тілінде гипертонус немесе дистония болуы мүмкін. Ал ата-аналар немесе специалисттер көп бірден зондты алып с деп айт, балаға с деп айт деп дыбысты қоюға тырысады. Ол негізі дұрыс емес. Ол кезде біз уже баланың тіліндегі гипертонусты немесе дистонияны расслабить етуіміз керек. Содан кейін барып с дыбысын қоюымыз керек. Ал екіншісі, бала 5-6 жасында толса, сразу р дыбысын қойып бастайды жасына қарай. Но ол негізі дұрыс емес. Балада ысқырық, ызың дыбыстарды тексеріп барып қана р дыбысын қойғанымыз жөн болады. Үшіншісі, ол балаға дыбыстардың артикуляциялық күйін түсіндірмеу. Яғни р-ны, ш-ны, с-ны, ж-ны айтқан кезде тілдің артикуляциялық күйін балаға түсіндірмеу. Тілің мұнда тұрады, жоғарыда тұрады деген сияқты. Сол кезде уже балада дыбыс қойғанда қиындықтар пайда болады. Төртіншісі, тек еліктеу әдісі арқылы ғана дыбысты қоя беру. Бесіншісі, бізде түзету жұмыстан кейін ары қарай жұмысты жалғастырмау. Дәл осы қателіктерді жібермеуге тырысыңыздар.